Сәлем достар, бүгін біз сникерс тортын дайындайтын боламыз. Дәл осы рецептпен сникерс торты өте нәзік, дәмді, керемет болып шығады. Ал енді жұмысқа кірісейік. Алдымен S0 категориясындағы 5 жұмыртқаның сары уызы мен ақ уызын бөлек ыдысқа бөліп алатын боламыз. Яғни сары уызы ақ уызға мүлдем араласпауы қажет. Сол себептен егер бірден бір ыдысқа істеуге қорқатын болсаңыздар, әр жұмыртқаны жеке-жеке жасап, соңында барлығын біріктірулеріңізге болады. Осыған бізге керек мөлшердегі қанттың тең жартысын жұмыртқаның ақ уызына салып, миксердің төмен скоростынан жоғарғы скоростқа дейін шамамен 5 минуттай миксерлейміз. Сол кезде бізде ақ уыз еш өзгеріссіз болатындай меренгеға айналатын болады. Ақ уызын бір шетке қойып, енді сары уызына қалған қантты салып, бұны да шамамен 3-4 минуттай миксерлейміз. Жұмыртқаның сарысы ағарып, мөлшерін көбейткен уақытта миксерді тоқтатып, үстіне ыстық сүтті және де сұйық майды құямыз. Енді барлығын біріктіру үшін сәл ғана миксермен шамамен 30 секундтай миксерлеп жібереміз. Басқа бір ыдысқа құрғақ ингредиенттерді салып аламыз. Олар бізде ұн, какао және де разрыхитель. Құрғақ ингредиенттердің барлығын араластырып, енді осыны жұмыртқаның сары уызына аз мөлшерде сала отырып, 2-3 бөлікпен миксерлеп қосып шығатын боламыз. Бізде әдемі шоколадный масса пайда болады. Енді осының үстіне жаңа дайындап қойған ақ уызды 2-3 мөлшерге бөле отыра салып лопаткамен араластырамыз. Бұл жерде біз миксерді қолданбаймыз, тек лопатканың көмегімен ғана ақырын сағат тілінде жоғарыдан төмен қарата асықпай араластырып шығамыз. Яғни біз массаның көлемін жоғалтып алмауымыз қажет. Бұл өте маңызды процестердің бірі. Міне қараңыздаршы, өте керемет масса пайда болды бізде. Енді осыны біз духовкаға кольцомызға салып пісіретін боламыз. Осы массаны 22 диаметрлік формочкамызға салып, ысып тұрған пешімізде 160-170 градуста 35-40 минуттай пісіреміз. Піскеннен кейін өз формасында суытамыз да, одан кейін формасынан алып 4-5 сағатқа салафанға орап, яғни ауа өтпейтіндей етіп сақтаймыз. Міне қарап тұрсаңыздар, бізде өте биік керемет бисквит шықты. Осыны енді біз 4 коржға кесетін боламыз. Бисквитті негізі бір күн бұрын жасап, холодильникке пищевая пленкаға орап салып қоятын болсаңыздар, өте қатты үгілмейтін бисквитке айналады. Өзінің влажностін сақтап, керемет болып тұратын болады. Сол себепті торт жасардан алдын бір күн бұрын бисквитті дайындап, сосын суығаннан кейін пищевая пленкаға ауа өтпейтіндей етіп, орап холодильникке бір күнге қойып қойсаңыздар, керемет болып тұрады. Бисквитті кесіп болғаннан кейін біз тортты жинауға кірісеміз. Ол үшін алдын ала біз крем дайындап аламыз. Кремнің бұл жерде қалай жасалу керектігін көрсетпеймін, бірақ жазбаша түрде қаншалықты мөлшерде қажет екені жазылып тұрады. Кремді теңдей 3 бөлікке бөліп, сосын мешокқа салып аламыз. Және бисквиттің диаметрімен бірдей 22 диаметрлік подложканы алып, астына қоямыз да, енді тортымызды жинап бастаймыз. Енді біз бағанағы 3 бөлікке бөліп алған креміміздің бір бөлігін толыққанды салып, жақсылап тегістеп шығамыз. Сосын үстіне арахис қосылған карамелімізді салып, жайғастырып шығатын боламыз. Менің алдыңғы видеоларым ішінде ең керемет бір жасағаннан шығатын карамелдің дайындалу видео рецепті бар. Сол себептен сол жерден көрулеріңізге болады. Ссылкасын төменгі описание бөлімінде қалдырамын. Енді осы ретпен бүкіл тортымызды арасына карамель жаға отыра жинастырып шығамыз. Сосын бетіне пищевая пленка салып, холодильникке кемі 5-7 сағатқа қалдырамыз. Сол кезде тортымыз керемет пропитация етіліп дайын тұрады. Сосын холодильниктен алып шығып, үстіне ганаж құямыз. Біз ганаж жасау үшін арахис, шоколад және де сұйық май керек болады. Шоколад пен сұйық майды ертіп, үстіне сосын үгітілген арахисті салып, ганаж жасап аламыз.
Салқын тортымыздың үстіне ганажымызды құйып, жан-жағының барлығына толыққанды ганажды жеткізіп, жақсылап ганажбен қаптап шығамыз. Сосын ганаж толыққанды қатқанға дейін холодильникке бір жарты сағатқа қойып алуларыңызға болады. Сонымен біздің тортымыз дайын. Шынымды айтайын, осы рецептпен өте керемет болып шығады. Сол себептен міндетті түрде жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Біздің өте нәзік, керемет сникерс тортымыз дайын болды. Ас болсын. Сіздерге рецепт ұсынған Гүлдария.